Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай жұмсақ болып шығатын өте тойымды, дәл булочка деп атасам да болатын шығар. Дәл осылай күнжетті булочки жасайтын боламыз. Арасында дәл осылай сыр мен колбасалы начинкасы бар булочкиді жасайтын боламыз. Видео қызық болса соңына дейін қарап жоғалта алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт, бір дана жұмыртқа, сары май, ертілген сары май ертіп қосасыздар. Үстінен сұйық майымызды қосып, оның үстіне 2 ас қасық шекерімізді салып, және оның үстінен 1 ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап венчикпен біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін електен өткізген ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Еленген жұмсақ қамырымызды дайындап алғаннан кейін бетін жауып, 30-35 минут шамасында қамырымызды ашытуға қоятын боламыз жылы жерге. Оған дейін арасына начинкамызды дайындаймыз. Мен осылай сыр мен колбасадан дайындадым. Барлығын теркадан өткізіп, осылай араластырып, біркелкі масса қылып дайындап қоясыздар. Енді бізге керекті осылай суымызға 1 ас қасық соя соусымызды қосып, араластырып қойып қоятын боламыз. Видео барысында бұл неге қажет екенін көрсететін боламын. Дәл осылай қамырымыз ашып шыққаннан кейін қамырымызды 12 бөлікке бірдей бөліп алатын боламыз, теңдей етіп. Дәл мен жасаған рецептпен жасасаңыздар 12 штук шығады. Өз қалауларыңыз бойынша 2 еселеп, көптеу қылып жасаймын десеңіздер, керекті массаларды 2 еселеп салсаңыздар болады. Керекті ингредиенттерді осы видеоның төмен жағына жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Описание бөлімінде жазылып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер, өте тойымды. Енді дайын начинкамызды осылай дөңгелектеп алған зұбаламыздың ортасына салып, дәл видеодағыдай етіп түйіп алып, дайын қамырымызды жаңағы дайындап алған соя суымызға осылайша батырып, оны енді күнжетті массамызға, яғни осылай күнжетке бетін осылайша батырып дайындап алатын боламыз. Дәл осылай бізде барлық жерін бірдей етіп күнжетпен жабыстырып, күнжетке батырып алғаннан кейін ыдыс листімізді жақсылап майлап, сол листімізге барлық дайындап алған осы күнжетті булочкилерімізді орналастырып алатын боламыз. Өте тойымды, балаларыңызға жасап берсеңіздер, бір жасағаннан ешқандай да қалмай, барлығы таласып жейтін болады. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналымда пайдалы рецепттер өте көп. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осылай барлығын күнжетке малып жасап алғаннан кейін осылай үстінен пышақпен, осылай өткір пышақпен кессеңіздер де болады, кеспесеңіздер де болады. Мен 1-2-ін кесіп көрсеттім. Ал мына жанында тұрғаны күнжетпен мак қосылған. Неге аунатып алдым? Күнжетті массам аз болғандықтан үйдегі тұрған макпен күнжетке аунатып алдым. Енді 170 градуста 25 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің күнжетті булочкиміз дайын. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.